Бисмилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Біз Аллахтың қалауымен имам Абу Ханифаның рахимаулла әл-Уасия еңбегінің 7-ші өсиетіне келіп тоқтаған болатынбыз. 7-ші өсиеттің жалпы тақырыбы бұл ризық мәселесі, адамның рызық несібесінің мәселесі. Жалпы ахлі-сүнна уәл жамағаның ұстанымында ризық деген ұғым жалпы ол әл-ғиза сөзінен алынады. Әл-ғиза дегеніміз яғни адамның ішер жем тамағы. Өйткені Алла Тағала Құран кәрімде Худ сүресінің 6 аятында «Уама мин даббатин фил арди илля алаллахи ризқуха» дейді. Жер бетінде қандай да бір тіршілік иесі болмасын, оның ризығын Алла береді. Былайша айтқан кезде оның ризығын Алла беретіндігін айтылады. Енді қараңыз, ол ризық адал да болуы мүмкін, арам да болуы мүмкін. Кез келген адамның ішер жем нәрсесі ол адал жолмен келеді, әрі арам жолмен келеді. Сондықтан ол арам нәрседе ризық ретінде есептелінеді, адал нәрседе ризық несібе ретінде есептелінеді. Бірақ та біреу адал ризық, біреу арам ризық. Сол себептен көбіне біздер намаздан кейін көбіне біз Аллах бізге адал ризық нәсіп ет деп сұрайтындығымыз сол себептен. Жалпы ризыққа қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтады. Яғни Жабраил періште, яғни рухул құдус келіп маған, яғни әрбір жан өзінің ризығын толық алмайынша өмірден өтпейтіндігін айтты дейді. Әрбір жан, әрбір нәпс былайша айтқан кезде, әрбір жан, әрбір рух өзінің ризығын толық алмайынша дүниеден өтпейтіндігін айтты деді. Сол себептен «Әла фаттақуллаху ажмил фит талаби» дейді. Яғни сол себептен Аллаға тақуалық қылыңдар және ризық іздеуде көркем түрде, адал жолмен ризық іздеңдер деп айтты дейді. Енді имам Абу Ханифаның мәтініне оралатын болсақ, имам Абу Ханифа мәтінде былай деп айтады. Біз, яғни нуқиру би анна Алла тағала халақал халқа ва лам якун лахум тақатун дейді. Яғни біз Аллахтың жаратылыстарды, махлуқаттарды жаратқандығына сенеміз, әрі олар сол жаратылған кезінде олардың ешқандай күш қуаты әлі болған жоқ дейді, хәлі болған жоқ. Ләәннахум дуафа ва ажизун. Өйткені жаратылыс махлуқат, олардың барлығы әлсіз, әлжуаз келеді. Олардың барлығы былайша айтқан кезде жаратылыс тегістей Аллаға мұқтаж. Валлаху халиқухум ва разиқухум. Алла оларды жаратушы, әрі оларды ризықтандырушы дейді. Яғни біздің ризық несібемізді Алла Тағала бекітіп қойған. Бағанағыдай хадисте келгендей, адам өзінің ризық несібесін толық көрмейінше дүниеден өтпейді. Сол себептен қазақта бір адам дүниеден өтсе, дәм тұзы таусылған екен деп, яғни көрер ризығы біткен екен деп айтады. Алла Тағала Құран кәрімде Аллаху лази халақакум сумма разақакум сумма юмитукум сумма юхикум деп айтады. Алла сондай сендерді жаратты және сендерді ризықтандырды, әрі сендердің жандарыңды алып кейін қайта тірілтеді дейді. Рум сүресінің 40 аятында. Вәл-кәсбу халалун. Имам Абу Ханифа кейіннен мына мәселені талқылайды. Кәсіп ету мәселесі, еңбек ету, кәсіп қылу мәселесі. Әл-кәсбу халалун. Жалпы исламда кәсіп ету ол адал нәрсе. Ва жам'ул мали мин ал-халали халалун. Және адал ризық жинау, адал мал жинау бұл да адал нәрсе, рұқсат етілген нәрсе. Сол секілді арамнан мал жинау ол арам нәрсе, харам рұқсат етілмеген нәрсе. Ваннасу аля саласати аснафин. Сол секілді адамдар 3 категориядан тұрады. Яғни өздерінің тақуалықтарына, имандарына байланысты адамдар 3 категориядан тұрады дейді имам Абу Ханифа. Ең бірінші әл-муъминул мухлису фи иманихи, өзінің иманында ықыласты болған мүмін адам, мұсылман адам. Екінші вәл-кафирул жахиду фи куфрихи. Екінші ол күпірлігінде, яғни дінге сенбейтін, күпірлікке тереңнен батқан, белшесінен батқан кәпір адам. Үшінші уәл мунафиқул мудахину фи нифақихи. Яғни екі жүзді мұнафиқ адам. Бұл үшінші категория. Енді қараңыз, имам Абу Ханифа рахимахуллах былай дейді. Валлаху тағала фарада алал муъминина ал-амала. Алла Тағала мұсылмандарға амал етуді парыз қылды. Ва алал кафири ал-имана. Ал кәпірлерге иман етуді парыз қылды. Ва алал мунафиқи ал-ихласа. Ал 200 адамға ықылас, амалдарында ықыласты болу, пайғамбарға, Аллаға жүрекпен сенуді міндет қылды. Не үшін? Лиқаулихи та'ала. Өйткені Алла Тағала Құран кәрімде Ниса сүресінің 1 аятында «Я юханнас уттақу раббакум» дейді. Яғни ей адамдар, Раббыларыңа тақуалық қылыңдар. Яғни адамдар деген сөзінің ішіне мұсылманы, кәпірі, мұнафиқ барлығы бірдей кіріп кетеді. Енді Раббыларына тақуалық қылу деген сөз, яғни ей мұсылмандар, Аллаға
итағат қылыңдар, амал қылыңдар, ізгі амал жасаңдар. Ей кәпірлер, Аллаға иман етіңдер, және ей мұнафықтар, ықыласты болыңдар деген мағынада деді. Яғни имам Абу Ханифа рахималла Ниса сүресінің 1-ші аятындағы ей адамдар, Раббыларыңа тақуалық қылыңдар деген сөзді осылай баяндаған. Ва ахри дағуана вальхамдулиллахи роббил аламин.